Алдыңғы бөлімде жадпен басқарудың стратегияларын қарастырдық. Адрестер. Логикалық адрес, яғни жадыдағы мәліметтерді ағымдағы орналасуына тәуелсіз жадының ұяшықтарына сілтемені көрсетеді. Алдымен осы жадының ұяшығына қатынап алу үшін логикалық адресті физикалық адреске міндетті түрде трансляциялау керек. Қатыстық адрес. Логикалық адрестің жеке жағдайы. Адрес кейбір белгілі нүктелерден тұрған жері бойынша анықталады. Физикалық адрес – ол абсолютті адрес немесе уақытша жадының нақты тұрған жері. Адрес түрлері. Командаларды және айнымалы программаның негізгі циклінің әртүрлі кезеңдерінде идентификациялау үшін символдық атаулар, виртуалды және физикалық адрестер қолданылады. Символдық атауларды қолданушы программаны алгоритмдік тілде немесе ассемблерде жазу барысында меншіктейді. Кейде математикалық немесе логикалық адрестер деп аталатын виртуалды адрестерді программаны машиналық тілге аударатын транслятор меншіктейді. Жалпы жағдайда трансляциялау кезінде программаның оперативті жадының қай жерінде жүктелетіні белгісіз болғандықтан транслятор айнымалылар мен командаларға виртуалды әдістерді меншіктейді. Әдетте бұл әдістер үнсіз келісім бойынша саналу арқылы беріледі. Программаның бастапқы адресі нөлдік адрес болады. Физикалық адрестер ол оперативті жадының айнымалылар мен командалар орналасқан немесе орналасатын ұяшықтары нөміріне сәйкес келеді. Адрестер. Символдық атаулар, виртуалды адрестер және физикалық адрестер болып бөлінеді. Бұрынғы операциялық жүйелерде жадына басқару жай ғана программаларды және оның берілгендерін кейбір ішкі жинағыштардан жүктеу арқылы жүргізілді. Мультипрограммалаудың пайда болуымен операциялық жүйелерге бар жадыны бір уақытта орындалатын бірнеше программалардың арасында бөліп беруге байланысты жаңа мәселелер қойылды. Мультипрограммалық жүйеде жадыны басқаруды операциялық жүйенің функциялары, бос және бос емес жадыны қадағалау, процестерге жадыны бөліп беру, процесс орындалып болған соң жадыны босату. Барлық процесті орындау үшін негізгі жадының көлемі жетпеген жағдайда процестердің берілгендері мен кодтарын оперативті жадыдан дискіге ауыстыру. Программалау адрестерін физикалық жадының нақты облыстарына баптау. Процестің құрылу кезінде оларға алғаш жадыны бөліп берумен қатар операциялық жүйелер жадыны динамикалық бөлуіне айналысу керек. Яғни процестің орындалу барысында қосымша уақыт сұранысын қанағаттандыруы тиіс. Қосымша жадыға деген мұқтаждық өтелген жағдайда ол жүйеге қайтарылады. Кездейсоқ ұзындықтағы жадыны уақыттың кездейсоқ аралығында жалпы жадыдан бөлу оның фрагментациялауына алып келеді және оның салдарынан жадыны пайдалану тиімділігі төмендейді. Жадыны дефрагментациялауда жадының бір функциясы болып табылады. Жадыны қорғау ол операциялық жүйенің орындалып жатқан процестің басқа процеске арналған деректерді жадыдан оқуына немесе жазып алуына мүмкіндік бермейтін маңызды міндеті болып табылады. Ережеге сәйкес бұл функция аппараттық жабдықтармен өзара тығыз байланысқан операциялық жүйенің программалық модульдері арқылы жүзеге асады. Жадыны қорғау бұл операциялық жүйелер мен компьютер архитектурасында процестердің жадқа қолжетімділігін бақылау және оқшаулау механизмдер жиынтығы. Оның басты мақсаты жүйенің тұрақтылығын, қауіпсіздігін қамтамасыз ету және бір процесс басқа процестердің немесе операциялық жүйенің өзіне тиесілі жады аймақтарына рұқсатсыз қол жеткізуін болдырмау. Негізгі принциптері. Процестерді оқшаулау. Әрбір процесс өз виртуалды адрес кеңістігіне ие болады. Бұл процестердің бір-бірімен тікелей араласуын шектейді. Яғни, бір процестің қатесі немесе ақауы болса, басқа процестерге әсер етпеуін қамтамасыз етеді. Қауіпсіздік. Жүйеге рұқсатсыз кіру әрекеттерін, зиянды бағдарламалардың
және вирустардың әсерін азайту үшін жадыға қолжетімділікті бақылау маңызды. Бұл механизм жүйенің жалпы қауіпсіздігін арттырады. Тұрақтылық. Жадыны қорғау арқылы бір процесс өзіне тиесілі емес аймаққа деректер жазбай, басқа процестердің жұмысын бұзбай, жүйенің жалпы тұрақтылығын сақтайды. Қолданылатын әдістер мен механизмдер. Виртуалды жады. Әрбір процесс виртуалды адрес кеңістігінде жұмыс жасайды. Ал операциялық жүйе физикалық жады мен виртуалды жады арасында сәйкестікті қамтамасыз етеді. Бұл әдіс процестер арасында қауіпсіз оқшаулау және динамикалық жадыны басқаруға мүмкіндік береді. Пейджинг или сегментация. Пейджинг ол жады беттерге бөлініп, әрбір бетке белгілі бір құқықтар беріледі. Сегментация ол логикалық блоктарға бөліну арқылы жадыны қорғауды қамтамасыз етеді. Әрбір сегментке жеке рұқсаттар орнатылады. Аппараттық механизмдер. Жады басқару блогы. Физикалық жады мен виртуалды адрестер арасындағы сәйкестікті жүзеге асырып, рұқсатсыз кіру әрекеттерін болдырмайды. Базалық және шектеу регистрлері. Әрбір процесс үшін минималды және максималды жады адресін анықтайтын регистрлер. Бұл процесс өз шегінен тыс деректерге қол жеткізе алмайды. Операциялық жүйе деңгейіндегі қорғау. Жүйелік шақырулар арқылы жадыға кіру рұқсаттарын басқару, процестер арасында деректерді бөлісудің қауіпсіз әдістерін қолдану және қолданбалы бағдарламалардың ақауларын болдырмау. Жадыны қорғау ол жүйенің сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі механизмдердің бірі. Ол виртуалды жад, пейджинг, сегментация және аппараттық механизмдер.